келін мен ене неге жараспайды? Өйткені олардың арасында төсек жоқ. Ал ерлі зайыптылардың арасына кәдімгі бүкіл мәселені шешіп тастайтын Алла тағала төсекті жаратып қойған. Мейірім салған сол арқылы. Махаббат ұстап тұрады. Кәдімгі шариғатта ер мен әйел қанша ұрыспаса да бөлек ұйықтауға болмайды. Ондай рұқсат жоқ шариғатта. Бөлек ұйықтау харам. Бір төсекте жату керек. Бір төсекте. Теріс қарап жатсаң болады, бірақ бір төсекте жатуың керек. Енді осының бәрі не дегенде, ол кәдімгі махаббатты ұстап тұру, жанұяны ұстап тұру, оның ажыраспау. Мысалға, адамдардың бір-біріне деген махаббаты күшті болса, қимастығы болса, біріншіден олар кемшілікті көрмейді. Әлгі жапон мақалында мындай сөз бар да, егер дейді махаббат күшті болса дейді, ерлі зайыптылардың дейді, ол денедегі жараның ізі де беттің ойығы сияқты сұлу болып көрінеді дейді. Өйткені махаббат күшті болса, ол екеуі бір-бірінің кемшілігін байқамайды. Екінші, ол қимайды бірін-бірін, түсінесің, ол шыдай алмайды. Ол 4 күн, 5 күнге 4 күніне кетіп қалғанмен жылап звондайды. Өйткені ол жақсы көреді.